Қайырлы күн барша жақсыларға, біздің оқырмандарға. Жүргізу сабақтары Астана қаласындамыз. Плавно қазір келіп тоқтаймыз. Бәрекелді. Мінекей екі доңғалағын көріп тұрмыз. Бізге не үшін керек екі доңғалағын көріп тұратын арқашықтық? Мына автокөлік бір жағдайлармен сөніп қалса, оны айналып өту керек. Түсінікті ғой да? Бізде бүгін жаңадан ойбой, не деген мынау тормоз беру. Мен арманда тормоз бердім, сіз газ. Қараңыз, жасыл жанса, алдағы машина сәл қозғалса, бірден артынан қозғалып кетпеңіз. Газ қосып кете береміз, қайына барамыз. Неге бірден қозғалып кетпеңіз? Өйткені алдағы машина қозғалғанмен оның алдындағы машина қозғалып үлгерген жоқ. Ақырын қозғалыңыз. Бұнда ол газ берді, сіз артынан газ бердіңіз, ол тормоз берді, сіз тормоз бердіңіз. Артта мысалға жүк автокөлігі келе жатса, ол сіз ұқсап тормоз бере алмауы мүмкін да. Сол моменттер бізге учитывать ету керек. Алысқа қараймыз. Қазір жасыл жанып тұрғанына біраз болса, біз барғанша не болады? Қызыл болады. Значит, накатпен жібереміз. Қазір маргатет қараңыз, ән маргатетті көрдіңіз бе? Аяқ тормозда